Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілінен 80-ші сабақты өтеміз. Жұрнақ пен жалғау тақырыптары. 67-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақ шал кездесіп жөн сілтейді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қояды. Балалар сұрақтарға толық жауап береді. Оларға риза болған жұмбақ шал деп көзден ғайып болады. Жазира Әкімбаева. Енді бұл жерде көп нүктенің орнына, яғни жұмбақ шал не дегенін болжап айтамыз, яғни жұмбақ шал жарайсыңдар деп көзден ғайып болады. Яғни жарайсыңдар деген сөзді қойып жазамыз. Келесі сұрақта мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар деп тұр. Жұмбақ шал балаларға не туралы сұрақ қойды? Ол жер, күн, ауа туралы сұрақтар қойды. Енді келесі сұрақ: жер, күн, ауаның адам денсаулығына әсері туралы топта талқыла. Жер, күн және ауа адам денсаулығына пайдалы. Күн жылу мен жарық береді, таза ауа денені шынықтырады. Жер тіршіліктің негізі болып саналады. Енді келесі тапсырмада мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің жаны тәтті. Енді қарамен жазылған сөздердегі жұмбақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгіле деп тұр. Бұл жерде бізде байлық, жалқаулық, еңбек деген сөздер бар. Енді байлық деген сөзде бай, яғни бұл үлгі ретінде көрсетілген. Оқулық, оқуға деген. Оқулық деген кезде оқу түбірі лық жұрнақ, ал оқуға дегенде оқу түбірі ға дегеніміз қосымша болып тұр. Келесі лық дегеніміз жұрнақ болады. Жалқаудың, яғни жалқау дегеніміз түбір, дың дегеніміз жұрнақ, жалғау болып тұр. Келесі еңбектің, еңбек дегеніміз түбір, ал тің дегеніміз жалғау болады. Келесі жаттығу: тірек сөздерді пайдаланып күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: ерте тұру, демалу, тамақ ішу, сабаққа дайындалу, ойнау, кітап оқу деген сөздер көрсетілген. Енді күн тәртібі тақырыбында әңгіме құрастырамыз. Мен күнде ерте тұрамын, яғни ерте тұру деген тірек сөз қатысып тұр. Келесі: таңертең тамақ ішемін, сосын сабаққа дайындаламын, сабақтан кейін демаламын, бос уақытымда ойнаймын, кешке кітап оқимын. Бұл жерде тірек сөздердің барлығы қатысқан. Келесі жаттығу: сөздерді жұрнақ жалғау арқылы өзгертіп жаз. Керекті жұрнақтар: шік, шы, кер, дық, ты деген керекті жұрнақтар көрсетілген. Іс кер болады, яғни кер деген жұрнақты қоямыз. Орын, орындық, талап, талапты, көл, көлшік, қобыз, қобызшы болады. Енді келесі тапсырма: суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің? Бұл жерде бізде бірінші суретте мен шахмат ойнап отырған балаларды сабырға шақырар едім, дауласпай ойнауын айтар едім. Келесі суретте ал иттен қорқып тұрған баланы жұбатып қорықпауын, иттің зиянсыз екенін түсіндірер едім. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.